Таңғажайып емес пе? Шынында таңғажайып. Венесуэлалықтар еліне жау шауып, елбасын тұтқындап кетсе, керісінше қуанып, тойлап, алақайлап, USA деп айқайлап, Америкаға алғыс айтып жатыр. О заманда бұ заман еліне жат ел шабуыл жасап, мемлекеттің басшысын барымталап алып кетсе, халқы қуаныпты дегенді естіп педіңіз. Советтік, коммунистік, отарлық, құлдық және мәңгүрттік санадағы адам үшін бұны түсіну мүмкін емес. Бұл венесуэлалықтардың шын жүрегінен шыққан жүрек жарды қуанышы. Әлемнің түкпір-түкпіріне елінен босып кеткен, тентіреп тозып кеткен 10 миллион венесуэлалық дәл қазір қуаныштары қойындарына сыймай, алақайлап, малақайларын аспанға атып жатыр. Неге? Елдің небәрі 30 миллионға жуық халқының 3-тен бірі, 10 миллионға жуығы саяси қуғын сүргіннен және елде өмір сүрудің мүмкін еместігінен шарасыздан шетке босып кеткен еді. Енді міне жылап, еңіреп, қуаныштарын тойлап жатыр. Орыс пен Қытайдың теріс үгіт насихат жасайтын медиалары Американың мақсаты Венесуэланың байлығын алу, анау-мынау деп халқының санасын тоқтаусыз улауда. Анығында бұл мұнайдан, байлықтан Венесуэланың халқына ешқандай пайда келіп жатқан жоқ еді. Мемлекеттің бүкіл байлығын тек ат төбеліндей билеуші топ қана жаулап, монополдап ұстап отырған. Қазақстанда да сондай. Қазақтың мұнайы мен газынан қазақ халқына көк тиындық пайда жоқ. Қазақ халқы мұнай, газдың және жер асты, жер үсті байлығының қызығын көріп отырған жоқ. Бүкіл байлықтың қызығын Назарбаев, Тоқаев, Құлыбаев және олардың айналасындағы ат төбеліндей топтар ғана көріп отыр. Елдің егемендігі мен тәуелсіздігі, отан және ел деген ұғыммен диктаторлардың еш қатысы жоқ. Бұл диктаторлар қазақ халқының жауы. Қазақ халқы, естеріңізді жиыңыздар, шын мәндегі тәуелсіздікке, егемендікке ұмтылыңыздар. Атажұрт қазақтың соңғы үміті. Атажұрттың дәл қазір түрмеде отырған 18 азаматын құтқару үшін және бұл тақырыпты халықаралық деңгейде шексіз биік деңгейде көтеру үшін Атажұртты қолдаңыздар, үнсіз қалмаңыздар. Атажұрт егемендіктің соңғы үміті. Айналайын қалың елім қазағым, диктатураға қарсы күресіңіздер.